бір күнге итке жұмсалатын ақша 6,5 мың теңге. Біздің балаларға жұмсалатын ақша 460 теңге. Біз қазақ деген қазір қандай елміз? Масыл деп айтады. 5 миллион адам біздің Қазақстанда баспанасыз. Гаухар ханымның өзі көп балалы ана, 11 баланың анасы. Үлкен балалар үйінде қалып қояды. Осы үкімет сол бюджетті қорғап отқан сияқты. Әйтеуір халықтан қорғап отқандай, халыққа бермеу үшін бір жолын іздеп отқан сияқты. 30 жыл бойы билік көп балалы аналардың мәселесіне соқыр мылқаудың кейпінде қарап отырды ма? Естімей мүлдем. Бұл халыққа қарсы антинародный политика. Нұр Отан партиясына кірген, жақсы қылып көрсеткісі келеді халықтың жағдайын. Енді өзіңіз де білесіз, біздің парламентта да, үкіметте де жаңағы өздерінің есеп беру сол кездерінде бәрі керемет деп. Менде өзім осы интервьюға дайындалып келдім. Себебі бір жылда не істегенімді айтқым келді сізге де, қауымға да айтып, көрермендерге де. Себебі бәрін плюс қылып, бәрін керемет қылып көрсетуге болмайды. Неге? Себебі біздің халықтың қазіргі жағдайы өте төмен. Қиын деп айтса да болады. Енді басты мәселе біздің енді елімізде ол баспана мәселесі. Баспана мәселесі неге? Біз енді 20 миллион халық деп қуанып жатырмыз. Ол керемет. 20 миллионға жету үшін мен ойымша көп балалы отбасының үлесі өте үлкен. Енді көп балалы отбасын бүйтіп алсақ, 4 баладан жоғары ғой, енді көп балалы деп саналады. Сол 4 баладан жоғары көп балалы отбасыларын қолдау керек. Енді болашақта семья құрам, отбасын құрам, жанұя құрам деген жастарды қолдау керек. 1-2 баламен тоқтамай, әрі қарай 4-5 балалы болу керек. Ол қай кезде отбасын құрып, сондай көп балалы болады. Егерде үкімет жағынан қолдау болса. Жастарға үй берілсе, олар болашақта көп балалы болады. Көп балалы отбасының өзіне көмектессе. Енді жаңа баспана неге көтергенім? Себебі біздің 25%-дай біздің халық баспанасыз жүр. Енді ол былай қарасаңыз 5 миллион адам. 5 миллион адам біздің Қазақстанда баспанасыз. Баспананы алу деген бізде өте қиын. Енді былай көп балалы анаға тоқтайық. Көп балалы аналардың 113 мың отбасы кезекте тұр. Үй ала алмайды. Неге ала алмайды? Себебі қойылатын жаңа ипотека алу үшін. Ипотеканы алу армандайды. Ипотеканы алу жолдары, талаптары өте жоғары. Былай қарасаңыз, ипотеканы алу үшін біріншіден қойылатын талап ең бастысы ол регистрация, ол тіркелу, прописка болу. Үй жоқ адамда қайда прописка болады? Өзіңіз ойлаңызшы, 7 баласы бар. Әке-шешесі 9 адам. Қай жерге пропискаға тұрады? Содан бәрі басталады. Прописка 3 жыл болу керек. Одан кейін жоғары жалақы болу керек. Жоғары көлемдегі жалақы, сосын жаңағы зейнеткерлік төлемдер болу керек. Оның бәрі қай кезде болады? Егерде біз өзіміз айтып отырмыз, бұл өте төмен жағдайдағы, әлеуметтік төмен жағдайдағы отбасылар, соларға көмек дейміз осы ипотека.